Албания аэропортынан шықтық. Такси қызметі. Және аэропорттан осындай шаттл автобустар бар екен. Албанияның ақшасы. Яғни бір албан легі 6 теңге. Автобустағы билет 600 албан легі. Яғни теңгемен где-то примерно 4 теңгедей ғой. Yes. This meat without pork, yes? Without pork. Halal? Halal. Yes, yes. What is halal? The finish halal, no haram. Haram halal. Siha. Yeah, it's Muslim. Yes. Осы қонақ үйді жалдап алдық. Бір түнге 28.000 теңге таңғы асымен. Ар жағы теңіз, жерорта теңізі. Албандықтар баяу деймін ағаш. Ламбо тұр ғой, ламбо. Жаңа жылдық байып сезіліп тұр ғой мына ішінде дейді. Breakfast 7:30 to 9:30 and checkout time is 10:30. This is our number. If you need something or is any problem in the room, you can contact us here in this number. Okay? This is my Reception number, yeah. It's my room CV. Yeah, with Seaview, yeah, with Seaview. Yeah. So the payment will be cash card. Card. So with credit card. Yeah. Price. Yeah, just a minute. So this is the price in booking, yeah. First service. Inside booking. No, insert your PIN because the transaction is not made in that way. Just Booking site, no payment. no, the payment is made when you come here, not in booking. Thank you. Room tour. Кірген бойда карта салғаннан кейін шкафтар бар. И мына жақта туалет, ванна, жуатын, душевой. Мына есік былай жабылады. И осындай телевизор, айна. Өтетін жер әдемі. И мынау теңізге қарап тұрғандағы вид. Қонақ үйдің осындай төменде тамақ жейтін жері бар. Таңғы ас, шведский стол. Бүгін екінші күніміз. Тамақтарын көрсетейін. Жұмыртқа, өздерінің тамақтары пюре, нан. И одан кейін тауық. И қуырылған жұмыртқа. Албанияның көшесінде осындай бір керемет көрініске тап болдық. Бір байқағаным, албандар өсімдікке өте жақын екен. Қаланың өзі кәдімгі жасыл шөптермен әсемделген ғой. Қазір қыс, мысалы, декабрь жақын. Соның өзінде осындай дап-жасыл болып тұр. Қараңдаршы міне. Лимондар, апельсиндер бәрі өсіп тұр ғой. Оның барлығы сатылатын гүлдер екен. Дурес қаласының жағалау көшелері
көшелерінде машинаның бір қалыпты жүрулерін қараңыз. Көшелер өте таза, жаңбыр жауса да. Бұл жақта машинаның көптігі немістің көліктері көп, яғни Европа болғасын, европейский көліктер көп, Mercedes, BMW деген сияқты. Сосын объемы аз көліктер өте көп екен. Тегін спортты қаласы болғасын, мындай лайнер круиздар бар екен. Яғни адам тасымалдайды. Италияға, ар жағында Грецияға, Хорватия, солай адамдарды тасып круиздік индустрияны дамытады. Жүре берсең, көре бересің дейді, екеуінің ортасынан жанынан атап құттап қой. Өтіп кетейінші, брат деген сияқты. Дуррес қаласының орталығындағы кезінде Рим империясының кезінде салған қорғаныс қамалына келдік. Оның аты Венеция Тауэр деп аталады. Бұл 4-ші ғасырда салынған. Осы қорған үшін салынған, жаулардан қорғану үшін салынған Венеция Тауэр деп аталады. Яғни бұл Венецияда бар, және осы Дуррес қаласында бар. 17 ғасыр болған. Сонда да әлі өз қалпында сақталған екен. Достар, тамаша. Албанияда бұл жерде Рим империясы алғаш жаулап алған кезде осыны өздері үшін салған. Қазір ішіне кіріп көрсетеміз. Туристер өте көп. Ішіне кіруге болады ма, болмай ма? Көреміз қазір. Яғни кіру ақылы. Жазылып тұр, прайс фадалс, яғни бір адамға 600 лек, яғни бұл теңгемен 4800 теңге. Групповой прайс бөлек, студенттік прайс 180. Онлайн алсаңыз егер 500 екен. Қамалдың ұзындығы осындай ғой. Осындай болғаны. Мына жерде римдіктер осы қаланы қорғау үшін қамалды осылай салған. 17 ғасыр бойына әлі жөндеусіз тұр екен. Мүжіліп, желініп, но бірақ сол қалпында сақталған. Достар, амфитеатрға келдік. Рим дәуірі кезінде салынған амфитеатр. Бұл жерде основной бұл 1-ші ғасырда салынған. Яғни бұл біздің ғасырға дейін 20 ғасыр бойы сақталған жер екен. Яғни Рим империясы осы жерді басқарған кезде Троянның дәуірі кезінде салған. Бұл жерге 15 мың, 20 мың жауынгер сыйған. Яғни мына жерлердің барлығы баспалдақ болған. Төмен қарай ортада гладиаторлар шығып шайқасатын болған, құлдар шайқасатын болған, және жануарлардың шайқастары болған. Яғни қасқыр, арыстан, бұқалардың төбелестерін осы жерде халықтар тамашалайтын болған. Әрине бұл барлығы жаңбырдан құлап мүжілген, бірақ сонда да әлі дәл сол қалпында сақталған екен. Бұның барлығы бүйтіп айналып тұратын болған. Ар жағы желінген, бер жақтары тек сақтаулы қалған. Мен сол дәл осы жерде қарап тұрмын. Мына тестерден менің ойымша сол банаға адамдар төбелесетін жауынгерлер, жануарлар шығатын болған. Амфитеатр бұл Дуррес қаласының, яғни Албанияның ең көрнекті нысандарының бірі. Мына жерде де қазір дайындық болып жатыр. Магнитиктер ғой. Мынандай сөмкелер бар екен. How much this price? 12 евро и доллар. Евро. 12 евро. Где-то 7 мың теңге. Магнитиктер бар екен. 1 евро дейді. Таңдай алмай жатыр ғой. Күл салғыш темекінің. Қоғамдық автобусқа билет 50 лек, яғни
300 теңге. Гармошка автобуспен қаланың аралап барамыз. Албанияның осындай бір орталық алаңына келдік, Тиранаға. Осындай бір тамақ ішкелі келіп жатыр, албандық ресторанға. Осы жерден енді қазір көреміз, қалай болады, қайда барамыз. Дальше бір жалдаған өзіміздің қонақүйіміз бар. Осындай бағалары да көз алдарында донер дайындайды осылай. Біздер пиццаға және фриға колаға тапсырыс бердік. Кумбулва дейді маған. Бұл бір футболист болып тұр, значит. Бұйық қалай ұнап жатыр ма? Мына жақта үнемі жауын жауатын болғасын ба? Халықтың бәрі зонтикпен жүретін ағармаш. Бәрінде зонтик бар ғой. Достар, Албанның жеріндемін. Бұл Алматыдағы оңтүстік албандар емес, бұл Европадағы албандар. Яғни мен Албаниядамын. Астанасы Тирана, орталық алаңы. Бұл қаһарманның құрметіне қойылған Скендербек деген алаңдамын. Албандар жайлы не айтуға, бұл ел нағыз Европадағы жалғыз мұсылмандықты сақтаған ел. 65% мұсылмандар болса, 35% православтық, яғни католиктік, христиандық бағытты ұстанады. Албандардың халық саны бұл 2.800.000 жер көлемі Атырау облысынан сәл-сәл кішкентайлау келеді. Но бірақ жерінің 90% таумен алып жатыр. Яғни бұл жер ылғалды, жаңбырлы, теңіз жағасы болғандықтан үнемі осындай жауынды кездер болады. Басқа да албан жайлы көп ақпараттар бар. Бұларды 14 ғасырға дейін, қателеспесем, Рим империясы басқарған екен албандарды. Содан кейін 400 жылға жуық бұл жерде Осман билігі билеген. Содан 1912 жылы қарашаның 28 күні, яғни дәл бүгін тәуелсіздік алған екен албандар. Соған бір ғасыр болған уже тәуелсіздік алғандарына. Албандар енді ешқандай мәдениеті, бір тілі, өздерінің бір ерекше тарихы бар. Ешбір елге ұқсамайтын, бірақ кейбір сөздері түріктің сөздеріне келеді. Чай, мысалы, тағы да басқа, туз деген сөздері мен байқағаным. Сондай тілдік, мәдениеттік жағынан өте ерекше дамыған ел екен. Бір байқағаным, енді адамдары мәдениетті, кішіпейіл, халқы қонақжай. Ал енді бұл Албанияға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде наличие келіңіздер, потому что барлық жерде наличие төлем картамен кішкене қиындықтар тудырады. Бұл жақта банк картасынан ақша шешетін болсаңыздар, жоқ дегенде 4000-5000 теңгенің көлемінде теңгемен комиссия талап етіледі. Дәл қазір мен Скендербек деген алаңдамын, яғни мен адам мүсініне ұқсас салынған. Мына жерде опера және бункер арт, яғни құлдарды қамайтын түрме осы жерде орналасқан. Скендербек орталық алаңындағы осындай мешіт бар. Этхем Бей мешіті Албаниядағы бұл жақсы көрнекті орындардың бірі екен. Албандар осындай оюлы, гүлді өрнектермен әсемдеген екен. Мешіттің құрылысы 1793 жылы ашылған екен, яғни 4 ғасырға жуық уақыт бойы сақталған. Қауын, қарбыз, гүлдермен, суреттермен әсемдеген. Яғни бұл жалғыз Европадағы мұсылман ел болғандықтан осылай мешіт күйінде сақтаулы келеді. Іші әдемі, күмбезделген төбелерінің барлығы осындай. Мына жерде намаздың уақыттары тұр. 5 уақыт намазды. Албанияның туы бұл екі басты қыранмен бейнеленген осындай қызыл түсті, қызыл қанды халық екенін білдіреді.
Енді дәл қазір біздер пирамидаға кетіп бара жатырмық. Яғни Тиранның пирамидасы деген бар. Орталықтан где-то бір 800 метр жерде. Сол жерде төбеден барлық әдемі көрініс көрінеді. Жап-жасыл. Бұл жақта қыс болмайды. Погода осындай. Көшеде кептеліс өте көп. Кептеліс жөнінен бұл ел алдыңғы қатарда. Көшелер тар, көлік өте көп. Бір айта кететін жайт, бұл елде метро, темір жол, трамвай, ешқандай қоғамдық көліктен ешқандай көліктер жоқ, тек қана автобус жүреді. Барлық жерде наличка төлеммен қабылдайды. Банкомат карталарын қолданбайды, себебі бұл елде банк карталарына комиссия өте жоғары. Сондықтан келсеңіздер наличка келген дұрыс. Міне Евроодаққа мүше екенін көрсетіп тұр. Евроның туы мен Албанның туы қатар тұр. Тирана пирамидасы. Осының төбесінен қала жақсы көрінеді. Қазір көреміз, кіріп шығып. Дәл қазір бана пирамиданың төбесіне шықтық. Қаланы жоғарыдан көруге болады екен. Бана айтып өткендей, бұл жер таулы аймақ болғасын, жан-жағының барлығы тау. Бұл жерде афро-американдық әпшелер жүр. Жергілікті халық. Қаланың барлық жер әдемі көрініп тұр. Албанияның көше жұмыстары өте керемет. Мына жерде тоже телевидение түсіріп жатыр. Ана жерден тастар қозғалып кеткендердің барлығын осылай жамап жатыр екен. Бір жолға сабамен қарайды. Гранд паркке келдік. Центральный Гранд парк, яғни бұл көл жасанды көл екен. Албандар осындай көлді қаланың ортасында жасанды етіп салған екен. Парктың көлемі өте үлкен. Где-то бір 40 минуттай уақыт кетті жету үшін. Кіру тегін. Көл өте әдемі. Үйректер жүр. Бұл жердің ауасының өзі бір ерекше екен. Кәдімгідей мен мынандай ауаны мен еш жерден сезінген де жоқпын, еш жерден көрген де жоқпын. Тап-таза, керемет, таулы, сулы аймақтың ауасы өте ерекше екен. Қара шай ішпейді екен. Имбир. Имбирный чай. Green tea. Көк шай. Имбирнийді ма? How much is? 200. 200. One cup? Yeah. Coffee is? Yeah, espresso. Cappuccino. Cappuccino. 170. 170. Give me please. One cappuccino and one himdir chai. Waiter is going to bring. He will bring, okay? Дәл қазір ресторанға келдік. Албанияның тамағынан дәм татуға, яғни Албанияның ұлттық тамақтарын алады. Бұл жерде біздің қарапайым гуляш сияқты, ішінде сиыр етімен және мына жерде атын ұмытып қалдым, бірақ Албанның сол ұлттық тамағы екен тоже. Thank you. Албанияның ұлттық тамағы біздің гуляшқа ұқсайды екен. Почти гуляш деп те аталады. Ішінде ет, мынандай керемет сиырдың етінен жасалған. Бұл жақта барлығы халал, яғни мұсылман елі болғасын халал болады. Албанияның ұлттық тамағы
ішінде ет, сет, достар, бүгін Албаниядағы 4-ші күніміз, яғни біздер Тирана қаласындамыз. Бұл жерде бүгін албандардың тәуелсіздік күнін тойлап жатыр, яғни бұл жерде жәрмеңке болып жатыр. Албандар 1912 жылы 28 қарашада өз тәуелсіздігін алған. Бүгін оларда үшін мереке болып жатыр ғой, тойлап жатыр. Бұл орталық базар. Базарда барлық зат сатылады екен. Енді біздегідей базар емес енді. Бірақ жалпылама осындай ашық базарларда сатылады екен. Ауа райы тамаша. Халық көп, туристер көп. Жалпы жергілікті халықтарда бүгін демалып мерекелермен тойлап жатыр. Бұл жерде базар орталықта неше түрлі заттар бар сияқты. Шөптерге шейін сатылады ғой. Ағаштан жасалған ожаулар. Мұнда ескі ұсталған әшекейлер сатылады екен. Көбіне ескі заттар сатылады екен. Аяқ киімдер, мұнда ескі баяғы фотоаппараттар. Барлығы ұсталған заттар. Білезіктер, мынада. Сынық сағаттарды сатады екен. Білмеймін, бұл мусорды өздері алмаса, мусорды алмайды шығар, чесноктерді арында байлап тастаған, өрт тастаған. Албанның қос басты қыран бейнеленген, қызыл қанда қызыл түспен бейнеленген киімдері және мынандай әсем тарелкалар Албанияда жазылған, ішінің барлығы ойып жазылған екен. Албандар негізі осындай әсемге көп көңіл бөледі, гүлді, осындай жеміс-жидектерді салып әсемдегенге. Кепкен алма жемістері ғой мынау. Маунтейн тей дейді, яғни таудың шайы. Таудың чайы. Мияттар мынандай прополиспен берген. This is honey? Honey. Ah. Мед. Good. Нормально. Я. Мёттар дәмі дәл біздің мётпен бірдей. Thank you. Даже біздің мёттан да нашар десем де болады. Дәмі. Енді бұл жерде туристер көп жүретін болғасын алдап сатады ғой. Сондықтан шама келсе алданбаған дұрыс.
қай жерде де шетелде жүрсеңіздер алданбай жүргендеріңіздер мынандай сумкалар сатып жатыр екен. Күшті ойылып қолмен тоқылған екен. Иә. Бүгін кәдімгідей бұл жақта мереке. Себебі бүгін тәуелсіздік алған күні албандардың. Сол себептен осылай өздерімен өздері тойлап жатыр. 28 қараша 1912 жылы албандар алғаш рет өз тәуелсіздігін алды. Осман империясының құрамында 400 жылға жуық болып, содан 20 ғасырдың басында тәуелсіздігін алды. Темірден жасалған мүсіндер. Қолдан тоқылған. Моншақтан жасалған қол сумкалар екен. Албан ұлттық костюмдары, ұлттық киімдері, бас киімдері, қыздардың киімдері қызы. Ақ ер адамдардың бас киімі мынандай болған екен. Орталық алаңда Этхем Бей мешітінің жанында жұма күні азан шақырылды. Яғни жұма намазы уақыты кірді. Албандықтар осылай көшеде құлшылығын жасап жатыр. Адам саны көп емес, бірақ европалықтар үшін бұл жақсы нәтиже. Мынадай жер-жерде осындай су ішетін, қол жуатын кранттар бар екен. Жердің астынан шығатын су. Адамдар аяқтарын, қолдарын, ауыздарын шайып, су ішіп алады. Европа негізі сапаға жұмыс жасайды ғой, қараңдаршы. Мынау әрбір адам келген сайын ауыстырасың, мынандай басасың. Өте сапалы қағаздарына шейін барлығын жасап қойған. Дәл қазір Албаниядағы халықаралық кітап дүкеніне келдік. Бұның ішінде бір талай кітап бар екен сатылымда. Ағылшынша, албандық кітаптар, әлемдік кітаптар барлығы осы жерде. Достар, қайырлы таң. Бүгін соңғы күніміз Тиранадағы. Алла амандығын берсе, елге ұшамыз. Сағат таңғы 6:30. Бұл жақта аэропортқа автобустар орталық алаңнан жүреді. Тирананың, яғни Скандербег алаңның артында. Осындай жерде Луна деген автобустар болады. Каждый сағат сайын аэропортқа 24 сағат қатынайды. Бағасы 4 евро. Кэш қабылдайды, наличкіде, картада қабылдайды. Біздер осы аэропортқа жол жүреміз. Дәл осы алаңның артында осындай парк бар. Парктың артына қарай шықсаңыздар, осындай аэропортқа автобус тұрады. Мына жерде барлығы жазылған. Каждый сағат сайын 24 сағат жүреді. Бағасы 4000 лек, яғни 4 евро. Достар, VIP залға, VIP лаунжға келдік. Оның іші осындай. Тынығып демалуға болады. Тек қана бұл жерде бизнес класстағы билет алған жолаушылар емес, және ақшасы көп емес, қарапайым халықта кіре алады.
бизнес лаунжға мен тегін кіріп отырмын. Қалай тегін кірді десеңіздер, менің инстаграмымда бар, курсымда да бар. Барлығын қалай тегін кіруге болады. Яғни осындай заттарды қалай барлығын тегін алуға болады, тегін демалуға, тегін Wi-Fi, душ бар жуынатын. Барлығы қарастырылған. Ана жерде шведтік үлгідегі тамақтар бар, соларды салып аласыз да, осылай келіп демалып, мына таблодан өзіңізді мінетін рейсіңізді қарап, осылай отырасыз. Бұның барлығы әрине тегін достар. VIP лаунжға қалай кіремін деген екі бағыты бар. Біреу тегін кіру, яғни тегін кіру, ол мен сіздерге түсіндіремін, көрсетемін қалай тегін кіру. Екіншісі 37 евро төлейсіз, яғни бір где-то 20 мың теңгенің шамасында ақша төлейсіз, тіпті одан да сәл асады. Соны төлесеңіз болды, сіздің любой картыңыздан алады, виза карта болсын, мастер карт болсын. Осы VIP лаунжға келіп демалып, ары қарай тамағыңызды ішіп жол жүресіз. Іш өте әдемі, атмосферный, осындай интерьер дизайндары тамаша. Қоңыр қою бежевый цветпен жасалған екен, әдемі. Адамдар ондай көп емес, бір 20 шақты адам бар шығар. Бірақ біздер бірінші рет кірген кезде Стамбулдағы екі VIP лаунжда екеуінде де орын болмады. Оның үшін түсіріп үлгере алмадым. Мен дәл қазір Тирана қаласындағы аэропорттың Стоклин этажындағы 3-ші гейтке қарсы бизнес лаунждамын. Дәл қазір регистрациядан өтіп, контрольдан өтіп, паспорттық контрольден енді Алла амандығын берсе Стамбулға ұшайын деп жатырмын. Мына жерде әуе компаниялардың ұшақтары тұр. Біз енді осы жерде тура автобусты күтуге тура келеді. Бұл Албаниялықтау. Сіздерге айтып өткендей, Албанияның 90% жері бұл таулы аймақ, яғни таумен қоршап жатыр. Міне біздің автобус та келді.